Сұрақ: аруақтар және олардың рухтары үйге келе ме? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бақилық болып кеткен ата-баба рухтары, яғни аруағы, бейсенбі, жұма күндері үйге келеді деген мәлімет Құран аяттарында немесе пайғамбарымыздың хадистерінде орын алмаған. Сондай-ақ ол жайында беделді сүннит ғұламаларының жазып қалдырған діни әдебиеттерінде де дәйек болар дерек кездеспейді. Сол себепті бұл мәселеде нақты бір нәрсе айту қиын. Дей тұрғанмен, кейбір хадистерге қарайтын болса, ондағы мәліметтерден өлген адамның рухының келмейтіндігін аңғарамыз. Мәселен, сахаба Абу Айюб аль-Ансариден жеткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: момын мұсылманның рухы алынғаннан кейін оның Алланың қасындағы рақым иелері қарсы алады. Құдды дүниедегі сүйіншілеуіні қарсы алғандары секілді. Сонда рухты алып келген періште: бауырларыңа мұрсат беріңдер, демалсын, өйткені ол ауыр жағдайда дейді. Олар, яғни рақымға бөленген рухтар одан: пәленше не істеп жүр, түгенше не істеп жүр, пәленше үйленді ме деп сұрастырады. Осы кезде одан бұрын өлген адамның дүниедегі жағдайын сұрағандарында ол менен бұрын өліп кеткен болатын деп жауап береді. Сонда олар: инна лиллахи ва инна илайхи раджиун, демек оның рухы мәңгі қалатын әл-хауаяға кеткен екен. Ол неткен жаман жер еді дейді. Сахаба көзін көрген Убайд ибн Умайр есімді табиғин әрі сиқа, сенімді атағына лайықты ғалым былай деген: адам жан тәсілім еткеннен кейін оны о дүниеде рухтар қарсы алып, одан жол жүріп келген жолаушыдан сұраған сияқты жаңалықтарды сұрай бастайды. Пәленше не істеді, түгенше не істеп жүр. Сонда жаңағы келген рух ол бұрын қайтыс болып кеткен деп оларға келмеген рух жайында айтады. Олар: демек оны әл-хауия мекеніне алып кеткен екен деседі. Осы және осыған ұқсас риуаяттарға қарасақ, аруақтардың бұл дүниедегі жақындарының жағдайларынан хабарсыз екендігін байқаймыз. Ал егер аруақтар бейсенбі және жұма сайын келіп тұратын болса, туыстарының жағдайларынан хабарсыз болмас еді ғой, деген ой туады. Ал енді имам Малик ибн Анастың мұндай сөзі бар: маған жеткен мәлімет бойынша, момын мұсылмандардың рухтары еркін жіберілген, қалаған жақтарына барады. Имам Маликтің бұл сөзі о дүниеден гөрі барзақ әлеміндегі жағдайды, яғни о дүниедегі жағдайды баяндап тұр деуіміз шындыққа көбірек саяды. О дүниеде кәпірлердің қиямет қайымға дейін рухтары қамалып, азап шегеді де, момын мұсылмандардың рухтары барзақ әлемінде еркіндікте болып, бір-бірімен жолығатындықтары, өзара қатынасып, бір-бірлеріне барып тұратындықтары деректерге айтылған. Жоғарыдағы имам Маликтің сөзі осы жағдайға ишара етіп тұр.